Вакцина – бұл белгілі бір жұқпалы аурудың қоздырғыштарынан дайындалған препарат. Мамандардың айтуынша, ол ағзаны вируспен таныстыра отырып, антиденелердің түзілуіне түрткі болады. Тарихқа көз жүгіртер болсақ, біздің дәуірімізге дейінгі 11 ғасырда Қытайлар шешекке қарсы екпе түрін қолданған деседі. Ал қазақ даласында бірінші болып 1470 жылдарда шипагер ғалым Өтейбойдақ Тілеуғабылұлы шешекке қарсы вакцина жасап шығарыпты. Көптеген медицина мамандары әлі күнге дейін жұқпалы ауруларды тоқтатудың бірден бір жолы вакцинациялау деп айтады. Бірақ бұл тұжырыммен келіспейтіндер де бар. Тіпті екпе егуден мүлдем бас тартатын отбасылар көбейіп келеді. Әрине, вакцинация саясатын әр елдің өзі анықтайды. Бізде балаларға арнайы бекітілген күнтізбеге сәйкес туберкулез, қызылша, күл, сіреспе, көкжөтел, гепатит сияқты 10-нан аса екпе түрі жасалады. Міндеттеу жоқ. Бірақ екпе салынбаған баланы кейбір мектептер мен балабақшалар қабылдамауы мүмкін.